бәлесі болады дейді. Сол себепті оған бір проблема келеді. Ол сөзсіз келеді. Екіншісі, вақа уммаху. Кімде-кім сол анасын ренжітіп, анасының қарғыс дуасын алып қалған перзентке бәле келе береді дейді. Қалай құтылам десең де бірінен кейін бір келе береді, біреуден құтыласың, екіншісі келе бастайды. Бұл қайдан келіп жатыр десе, аққу уммаху. Анасының қарғыс дуасын алып қалған бала. Анасының. Yani ана деген негізі қарғамайды. Бірақ бала соған апармау керек та. Бала соншалықты көңілін ауыртпау керек ананың. Одан кейін ва бирру садиқаху. Ата-анасының мұқтаждығын сырып қойып, кім досының несіне кетіп қалса дейді. Досының мәселесімен жүр. Соның тойында жүр, соның тағы басқасында жүр мәселесімен. Бірақ мына ата-анасына керек болып тұр. Сол ата-анасының емес, досын таңдағандықтан ол жігітке, ол адамға Алланың бәлесі келеді дейді. Ата-анасының мұқтаждығын сырып қойып, әйелінің мәселесімен кетіп қалғанға дейді Алланың